Бәріңе сәлем, сіздермен Тука. Бүгінгі видеода біз қалай МКП-шерге көп ақша табуға болады деген сұраққа ответ беретін боламыз. Және де осы видеода 3 способ айтылады. Және мен осы способтар арқылы 2 айда 4000 теңгедей тапқан болатынмын. Және де сіздерде осындай ақша табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сол үшін видеоны до конца қараңыздар. Видео басында осындай өте керемет дизайнерді ұсыным келіп тұр. Сіздер бұл баладан ава шапка превью позаларды арзан бағада ала аласыздар. Дизайн группаның ссылкасы описаниеда болады. Сол жаққа өтіп заказ алып кетіңіздер. She got that red hair, red jeans. She so bad like Carlene. Snub me, baby, give me taco, fuck me in the car, please. This ain't your Иә, қазір көп новичок МКП-шерлер ақша жағынан қиналып жатады. Яғни оформление пиарға ақша таба алмай өздері жасап оформлениесін құртып жатады. Ал сіздерде дәл осылай болса, онда видеоны до конца қараң. Осының бәрін айтпастан бұрын маған қолдау ретінде арнама тіркеліп лайк басып қояйық. Ал мен бастаймын. Бірінші способ. Сіздер дизайнер болу арқылы ақша таба аласыздар. Ал дизайнер қалай болады десеңіздер, ол үшін көп уақыттарыңызды құртуға тура келеді. Яғни сіздер превью, кейін ава шапка және тағы да басқа заттар жасап үйренулеріңіз керек. Және де оны үйрену үшін ютубтан көп туториалдар қарау керек. Және де 1 айдан 1 жылға дейінгі уақыт керек болады. Бұл способты орындамастан бұрын сіздердің активтарыңыз жақсы болу керек. Яғни айтқанда әр видеоңызда 30 лайктан асу керек. Енді екінші способ ол конкурстан арқылы ақша табу. Ал конкурстан арқылы ақша табу қалай деп ойласаңыздар, ол үшін сіздер спонсор сатасыздар. Және де спонсор арқылы сіздер ақша таба аласыздар. Спонсорды сату үшін сіздерге ол үшін спонсордың бағасы арзан немесе қымбат болмау керек, өз бағасына тұрарлық болу керек. Яғни айтқанда сіздерде әр видеоңыз 30 лайктан асатын болса, онда сіздер спонсорды 50 теңгеге сатсаңыздар болады. Және де ол ақшаға сіздерге адамдар жақсы келеді. Сол үшін сіздер спонсор сату арқылы ақша таба аласыздар. Үшінші способ бұл қарапайым способ. Яғни айтқанда сіздер пиар сату арқылы ақша таба аласыздар. Және де пиар сату арқылы ақша табу үшін сіздерге ең бірінші актив керек болады. Жаңа айтып өткенімдей сіздерге 30 лайктан көп болу керек. Осымен бітті. Ал бізде способтар аяқталды. Ал енді концовкаға кеттік. Ал бізде осымен видео аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Және де осы видеоға лайк басып арнама тіркеліп отырайық. Себебі мен бұл видео үшін қаншама уақыттарымды құртқан болатынмын. Ал енді мен видеомды аяқтаймын. Сіздермен болған Тука. Ал енді всем давайте.